Барлықтарыңызға қайырлы кеш қыздар. Бүгін өте дәмді тамақ жасаймыз. Әрі оңай, әрі жеңіл. Отбасыларыңыздың айтына сенімдімін. Алдымен тауықтың төс етін алып, жақсылап майдалап турап алыңыздар. Бұл жерде 500 граммдай шығады. Яғни бұл жеткілікті. Бір тауықтың төс еті. Осылай видеодағыдай жақсылап турап алыңыздар. Одан кейін қызып тұрған майға салып қуырыңыздар. Өте дәмді шығады. Көп қуырыңыздар. Барлық жағы ағарып піскенше. Одан кейін барып біз пиязын турап, майдалап, 4 бұрыштап турайсыздар да. Осы еттің үстіне саласыздар, тауықтың етінің. Екеуін бір 5 минуттай қуырғаннан кейін сәбізді турап саласыздар. Мен бұл жерде 2 пияз қолдандым, 2 кіші мөлшерде. Осылай мені үстіне салып, жақсылап екеуін қуырыңыздар. Одан 5 минуттан кейін жаңағы сәбізімізді үккіштен өткізіп, дайындап аламыз да тамағымызға салатын боламыз. Міне осылай тамағымызға салып, жақсылап қуырамыз. Осы кезде тұзын, бұрышын және томат пастасын салып қойыңыздар. Осылай бір 5 минуттай қуырамыз. Енді чесногымызды аламыз. Бұл жерде чеснокты үккіштен өткізесіздер, тамаққа салып 5 минут қуырасыздар. Одан кейін мен мына жерде сметана салып жатырмын. 4 қасықтай сметана саласыздар. Сметананы салғаннан кейін бұны да бір 5 минут қуырып, одан кейін қайнап тұрған ыстық су құясыздар. Және бір 15-20 минутқа дейін пісіресіздер. Осы кезде тұзын, дәмін көріңіздер. Содан кейін тұзын, дәмін келтіріп салатын боласыздар. Жалпы қыздар, мен тамағым дайын. Мен гарнирге рис дайындаған болатын. Тамақ өте дәмді шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Ұнайса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.